13 мемлекет, есімдері Азияға әйгілі 100-ден астам спортшылар. Осылардың барлығы елордада бас қосты. Мақсаттары Азия чемпионатында жеңімпаз атану. Жарысқа Қазақстан атынан 15 спортшы бақтарын сынады. Атлеттердің арасында болашағынан зор үміт күттіретін спортшымыз Дарын Қонысбаев та бар. Дегенмен Азия чемпионаты болғандықтан жарысқа қатысқан әрбір ел өзінің ең мықты деген спортшыларын алып келері сөзсіз. Жарыс шымылдығын бірінші Ю-23 санатында өнер көрсететін әйелдер ашты. Олар алдымен 750 метр жүзіп өтті. Аталмыш сында Жапония және Қытай арулары алдына жан салмады. Жарыстың басым бөлігінде негізгі топтан ұзай қоймаған Изуми Игегуч жүзу кезеңінде де білгенінен жаңылмады. Екінші транзиттік аймақта Изуми қытайлық спортшы Вен және оның отандастары Хинью Хайвен төрттігі алға озып, бұл кезеңде де жақсы нәтижемен аяқтады. Соңғы жүгіру кезеңінде де жапондық триатлоншы жылдан 5 шақырымды жүгіріп өтіп чемпион болды. Ал екінші орын мен үшінші орын қытайлық аруларға бұйырды. 30 санат бойынша сынға түскен отандастарымыз Надежда Бекмағамбетова 7-ші орынмен келсе, Юлия Озерова 9-ші орынмен жарысты аяқтады. Қыздардан кейін жарысты Ю-23 санатындағы ерлер жалғастырды. Алдымен спортшылар 1500 метрді жүзіп өтуі керек еді. Отандастарымыз алғашқы айналымда жақсы нәтиже көрсетті. Екінші кезеңде де спортшылар триатлон парктен бастап Бауыржан Момышұлы, Сарайшық, Аман даңғыларын жүріп өтті. Осы айналымда Дарын Қонысбаев қарсыластарын 1 минутты артқа қалдырып, соңғы айналымға өтті. 5 шақырым жүгіру кезеңінде отандасымыз гонконгтық спортшыға жол берді. Жарыстың басынан ақ жоғары қарқын орнатып 3 кезеңді 1 сағат 51 минут 14 секундта бағындырған Дарын Қонысбаевты гонконгтық спортшы Оскар Гагинс басып озды. Ал қытайлық Син Чен 3-ші орынға ие болды. Старттың басында айтарлықтай уақыт басымдылығына ие болды, бірақ бұл оның мәре сызығына қарсыластарынан озып кетуіне көмектеспеді. Азия чемпионатында жеңіске жетем деп ойламаған едім. Бұл мен үшін таңқаларлық жағдай. Өйткені қарсыластарымның барлығы мықты. Мен үшін ең қиыны екінші кезең болды. Велосипедпен өнер көрсету барысында спортшылар өте жылдам қозғалуы шарт. Жүзу, жүгіру кезеңдерінде де барынша жоғары нәтиже көрсетіп, қашықтықты бір екпінмен еңсеріп отыруға тырыстым. Барлықтарыңызға рахмет. Маған қатты қиын болған кезең жүзу болды. Ал вело жүгіру қатты қиын болған жоқ. Қарсыластар мықты. Бізде осал емеспіз. Көп дайындалдық. Осы жарыста мен 2-ші орынға ие болдым. Бұл мен үшін жақсы нәтиже. Мені қолдаған барлық бапкерлеріме, достарыма алғыс айтамын. Алға. Құрметті көрермендер, міне осы соңғы айналым, осы айналымда кім бірінші жүзден жүйек келеді, сол жеңімпаз атанады осы турнирдің. Жарысты 10-ші орынмен аяқтаған спортшы менің қасымда тұр, Сейіт Алихан. Жарыс қалай болды? Жарыс өте қызықты өтті, себебі организация бәрі өте керемет деңгейде, біздің Қазақстанда бәрі істей алады. Ауа райы сәл ыстық болғанымен жарыс керемет өтті. Неге бірінші орын емес, неге 10-ші орын? Енді қиын кезеңде дайындық болғанда жүзуде қиын болғанымен, вело этапта жеткеннен кейін барымды бердім, осылай. Жалпы сізге қай кезеңдер қатты қиын болды? Қай спортшы? Басы қиын болғаны, ол жүзу ең қиыны болғаны, қалған бәрі жақсы ойдағыдай бәрі өтті. Алдағы уақытта бірінші орын алуға дайындаласыз ба қатты? Иә, біздің уже жоспарлап қойған дайындықтарымыз, тренировкалар болады, сондықтан бірінші орынға деген үміт. Алдағы мақсаттарыңыз қандай? Алдағы мақсат осы Азияда және әлем бойынша алдыңғы орындарға шығу. Жапония құрамасы тамаша дайындықпен келгенін атап өткен жөн. Бүкіл чемпионат барысында бұл елдің өкілдері жарыстың барлық дерлік кезеңдерінде көш бастады.
U19 санатында 2 жапондық спортшы жүлдегер атанды. Мато Хирозоми бірінші және Манами Яши екінші орын. Ал қоланы Гонконг құрамасының өкілі Шарланд Холл иеленді. Бұл үштік жүзу кезеңінен кейін бірден көшбасшылық позицияға шығып, тұғырды одан әрі өзара бөлісті. Жарыс жоғары деңгейде өтті, маған қатты ұнады. Бұл спорт болғандықтан жеңіс бір адамға ғана бұйырады. Бұл жолы маған бұйырған екен, қуаныштымын. Бүгін барлық кезеңдер қиын болды, себебі қарсыластар мықты. Басында саптың соңында қалып жүрдім. Басты мақсатым күтіп бәрін соңғы кезеңге қалдыру болды. Себебі қарсыластарым соңғы жүгіру кезеңінде шаршайтынын білдім. Жарыстың барлық кезеңдерінен жақсы өттім. Бұл менің алғашқы жарысым, сондықтан көрсеткен нәтижеме көңілім толады. Енді алдағы уақытта жақсы дайындалып жеңімпаз боламын деп ойлаймын. Маған қиын болған кезең жүгіру болды, себебі ауа райы қатты ыстық болып кетті. Спортшы болғандықтан осының бәріне дайын болуым керек. Жарыс маған ұнады, себебі көптеген елдерден спортшылар қатысты. Сондай-ақ маған көп мүмкіндіктер берді. Мен олимпиадалық қашықтыққа алғаш рет қатыстым, маған қатты ұнады. Бүгін мені қолдаған барша жанға алғысымды айтамын. Жас ерлер санатында да Жапонияның өкілдері жеңіске жетіп, Аммо Амура мен Такота Ашима бірінші және екінші орындарды иеленді. Қазақстандық спортшымыз Игорь Курипиков қола жүлдегер атанды. Бронзовая медаль на спринтерской дистанции Егор Крупников, Казахстан. In second place, and the winner of the full... Мы хочется поздравить сборную Японии. Бірінші кезекте ұйымдастырушылар мен бізге қолдау көрсеткен жанкүйерлерге алғыс айтқым келеді. Қонақжай халқы бар мемлекетте өнер көрсету маған қатты ұнады. Сол себепті де бүгін жарыс жолында өзімді тамаша сезіндім. Бірінші кезеңнен кейін топ болып алға ұмтылдық. Спортшылардың бірі артта қалып, енді бірі алға озғанымен көшбасшылар бір-бірімізге қарайласып, басымдығымызды сақтай алдық. Алдымен мені қолдаған барлық жанашырларыма үлкен рахмет айтамын. Жарыс басынан көш басында келдім. Бұл жолы ауа райы мені қолдамады. Күн ыстық болды. Соңғы айналымда қарсыластарымнан шамамен 1 минут алда келе жатыр едім. Басында қатты жүгірдім, ал соңғы айналымда баяулап қалдым. Сол кезде жапондық спортшылардан қалып қойдым. Дегенмен осы бұйырған. Марапаттау рәсіміне мәдениет және спорт министрі Серік Жарасбаев пен Қазақстан триатлон федерациясының мамандары да қатысты. Мамандардың айтуынша бұл спорт түрі елімізде жылдан жылға қарқынды дамып келе жатыр. Соның бір айғағы осы өткізіліп отырған Азия чемпионаты дейді. Мына үлкен жарыс дода өтіп жатыр. Бұл Азия чемпионаты триатлоннан олимпиадалық дисциплина. Қазіргі уақытта мына ерлер 20 жасқа дейін әйелдермен бітіріп жарысты өткізіп жатыр. Қуанышты сәт. 20 елдердің арасында біздің жерлесіміз Дарын Қонысбаев екінші орынға ие болды. Ол үлкен нәтиже деп айтуға болады. Бұл жолғы Азия чемпионатында спортшыларымыз бір күміс, бір қоланы ғана қанағат етті. Енді спортшылар алда болатын жарыстарға дайындықты бастайды.